Атырау қаласындағы мейрамхана иесі белгілі әнші Қайрат Нұртасты сотқа берді. Жәбірленушінің сөзінше, ол әншінің анасы Гүлзира Айдарбековамен ауызша келіскен екен. Ал $1000 көлеміндегі аванс сомасын Алматыда әншінің өкілдеріне беріпті. Кеше аталған істі Алматы облысының соты онлайн режимде қарады. Әнші жаңа жылдық корпоратив кешінде өнер көрсетуі тиіс болатын. Алайда ұйымдастырушылар әншінің шамамен 5000 теңге болатын шығынын жаба алмайтындықтан концертті өткізбейтінін шешіп, бұл жөнінде оған 42 күн бұрын ескерткен. Концерттің өтпейтінін айтқанымда, менеджер ақшаның қайтарылмайтынын маған өте дөрекі жеткізді. Кейін аудио жазбаларын өшіріп тастады. Мен әртісті сотқа бердім. Бірінші отырыста жеңіліп қалдық, бірақ мен тағы да шағымдандым. Себебі ақшамды қайтарғым келеді дейді кәсіпкер. Сот жәбірленушінің талабын қанағаттандырмады. Енді ол жоғары сотта 6 ай ішінде сот шешіміне шағымдана алады.